Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті түлектер. Кім қай кезде көріп отыр, соның ретіне қарай амандасамыз. Мен Нұрбол Шыныбай, ОБТ ұлы бір күндік тренингінің авторы. Бүгін мен сіздерге мамандықты қалай таңдау керек, және мамандық таңдау үшін қандай 3 сұрақ керек, сол туралы айтып беретін болам. Ендеше кеттік. Сізге мамандық таңдауға көмектесетін 3 сұрақтың алғашқысы ол ұнайды. Яғни қолыңызға парақ пен қалам алып, өзіңізге ұнайтын мамандықтардың тізімін жазып аласыз. Мейлі ол 20 болсын, мейлі ол 50 болсын. Одан кейін екінші сұрақ, жасай аламын ба? Яғни сіз сол ұнайтын мамандықтардың ішінен тек жасай алатындарыңызды ғана іріктеп алуыңыз керек. Ал жасай алмайтын мамандықтарды сызып тастаңыз. Осылайша сіз өзіңізге 2 сұрақ қою арқылы ұнайтын және жасай алатын мамандықтарды таңдап алыңыз. Енді үшінші сұраққа кез келді. Өзіңізге ұнайтын және жасай алатын мамандықтарды таңдап алғаннан кейін үшінші шешуші сұраққа кез келді. Ол ақша таба аламын ба деген сұрақ. Қазір капиталистік заман, қазіргі уақытта барлық адамға ақша керек. Сондықтан бұл сұрақта біз үшін, яғни сіз үшін де маңызды. Осы сұрақты қою арқылы сіз өзіңізге ұнайтын, жасай алатын сұрақтардың ішінен ендігі ақша таба аламын деген мамандықтарды тізіп жазып аласыз. Олар сіз басында 20 мамандық жасасаңыз, кейіннен осы 3 сұрақтан кейін сізде 2 немесе 3 мамандық қалуы керек. Осы 2-3 мамандықтың ішінен өзіңізге ең жақынын, ең керектісін таңдап аласыз. Дәл осы сізге сай, сізге керекті мамандық деп айтуға болады. Есіңізде болсын, ақша таба аламын ба деген сұрақты қойған кезде, сіз өзіңізге нақты болашақта қанша қаржы керектігін ескеріңіз. Мүмкін сізге миллион теңге жетуі мүмкін, немесе сізге 300 мың теңге де бір айға жетуі мүмкін. Сондықтан сол нәрсеге де мұқият болыңыз. Бүгінге осы видеодан кейін өзіңізге керекті мамандықты таңдап аласыз деген ниеттемін. Егер өзіңіздің мамандығыңызды салаңызды тапсаңыз, комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыз. Және каналға тіркеліңіз. Сіздермен бірге болған мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.